Ассалаумағалейкум достар. Жаслақ ТВ каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде осындай колонканың, яғни сабвуфердің талдауы болады. Яғни разбор. Сол міне қандай сабвуфер дегенде міне жазыпты. Микролаб М800 3D сабвуфер. Салмағы әжептәуір. Ана өзінің буфері, қалған төрт колонкасы бар. Төрт колонка және де мынандай өзінің тоқтары, сымдары. Осыны бүгін бізде талдауда. Жалпы 16 жыл қызмет атқарды, бірақ та өзінің осы техникалық ақау соңғы уақытта көрсете бастады, және де соған байланысты талдауға шешім қабылдадым. Арнада болыңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Міне колонканың арт жағы, артқы бейнесі, өзінің тоқтары. Міне Microlab Lifestyle Made in China. Бірақ бұл фирменный китайский болу керек. Енді 8 жыл қызмет атқарған жерде, сонау 2016-дан бері. Даже қателесем не істеп кетейін, 2008 жылдан бері қызмет атқарып келе жатырмын. Сонда қанша жыл болды? Біраз болды. 16 жыл қызмет атқарып жатқан колонка. Енді өкінішке орай өзі қызметін тоқтатуға мәжбүр. Басқа қазір енді заман талабы білесіздер. Беспроводной, яғни сымсыз, тоқсыз беспроводной наушник, беспроводной интернет деген сияқты, беспроводной Wi-Fi деген сияқты, беспроводной колонка деген, яғни портативный заказ беріп қойғанбыз, сол тапсырысымыз келу керек. Ал бұл әрдайым бұл ыңғайсыз, қазіргі заман талабын сайын тоққа тығу керек болады. Жаңағыдай сыртқа алып шыға алмайсың. Көбінесе сыртта серуендеп жүргенде, табиғат аясында болсын, тоққа қосу керек болады. Сол себепті талдауға бөлінеді. Ал біз бастаймыз. Шай, кофе қойып ішіңіздер, және тамақ ішіп, ал біз бастаймыз. Сонымен достар, мына төрт сабвуферді плюс-минусынан ағыттық, және де жерлерден, қосатын жерлерін ағыттық. Аудио аутпуттың. Төрт колонка. Оның сырттағы менімше темір болу керек. Мына жерлер пластик болса, мынау темір. Магнитпен көреміз. Және де міне төртеуі тұр. Енді ең басты основной жұмысымызды бастаймыз. Мына жерде қазір А4-мен ағытатын боламыз. Кейін ашып ішін көрсетіп жатамын. Сонымен достар, біз бастадық. Шуруптарын ағытып, шуруптарын осындай ұсақ-түйек кішігірім неге сақтаймын. Кішігірім шелекке, кебаптан шыққан ет, жаңағыдай дайын кебап сатып алған. Ішінде платалар, осындай ұсақ-түйек сақтаймын. Соған саламыз шуруптарды шыққан. Жарайды, қазір толығымен ашып болғасын, сізге толығымен көрсететін боламын. Арнада болыңыздар. Құрметті достар, сонымен қарап отырсақ, міне көрдіңіз ғой, мынандай колонка қазір таптырмас бұл. Ағаштан жасалған сыртының бәрі. Ішінің қабы. Енді міне біз ашып жеттік, көзіміз толығымен тоқташы жібермей тұру керек. Міне көргеніңіздей, мына жақта катушкасы, алюминиевый радиатор тұр, платасымен. Және де бұның ішіне баланың ойыншығы да түсіп кеткен, салып жіберген болып тұр. Салып жіберейін.
ол енді қай бала, қай қарындасым, қай жыл салып жіберді, ол енді жұмбақ болып қалатын болды. Ал біз қазір су байт, сосын қосыламыз. Сонымен достар, біз талдай келе мына динамигін көрдік. Мына динамигінің өзінің салмағы едәуір енді 300 граммдай болады. 300-400 грамм болмайды. Және де мына өте сапалы жасалынған колонка. Мына Микролаб деген компанияға көп рахмет, сапасы өте мықты екен. Бірақ енді қаншама жыл қызмет атқарды. Соған де ішім қарай келіп, ішкі құрылысын қарасын, өзінің мақтасы бар екен. Сыртқа қатты теппеу үшін рескіштар ғой. Және де міне мына жаңа кішкентай колонкамыз, соның жер пластик екен де. Алдыңғы жағы мына сеткасы темір. Және де мына осы темір. Бұны төрт жөн бұзып аламыз. Сонымен достар, осындай көрініс болды. Көріп тұрғаныңыздай мына динамик. Жерге Микролаб деп жазылған. Салмағы едәуір қара темірге кетеді. Және де кішігірім плата. Бұны бұзып аламыз. Соның бәрі алюминий радиаторды аламыз қазір. Бұл жерде плата шамалы бөлініп қалды. Бірақ дымды етпейді, жалпы платаға кетеді. Және де мына жерде мысты анша темірмен қоршалған. Болгаркамен керек деп кесіп тастаймыз. Сонымен қалған мыс, және де мыс. Және де осы мыстарға қоса азма жиналған мыс бар еді. 200 граммдай шығып қала. 200 грамм деп ойлап отырмын, әрі кетсе 300 грамм болады. Бұл жерде 2 жилкалы, 3 жилкалы қалыңдау мыстар бар. Сонымен қоса барлығын кейін есептеп видеоға шығады. Арнада болыңыздар. Ал сонымен достар, бізде талдаудың аяғына жеттік. Жалпы тек 2 қадам қалды, онқа айта жатамын. Бізде мына жиналған қара темір. Барлығын жалпы салып өлшейік алып. Алюминий радиатор бөлек қойып. Сосын мына мыс жанында темір бар. Бұл темірін алу керек болды болгаркамен. Осы 2023-тің жазында алған болгарканың қызметінің өзінің аяп ақтап берді. Ал біз қара темірді өлшеп көрейік. Весе қосылған. Так, міне басталды. Астын зөр жерге қойын. 447 грамм дейді. Міне жаңа 4 динамик бұзылған. Соның қаңқасы. Так, бір жама зөрлі жерге қойсақ. Қаңқасы жөгетті. Ал енді динамиктерді қойық. Немесе бетик. Бетіп. 4 динамикті қойық. Уже 826 грамм болды. Bir келі 16 грамм. Bir келі 208 грамм. Және де міне bir келі 818 грамм. Одан кейін мына қаңылтылар бар. Және де мына үлкен динамикті қойайық. Сонда бізде жалпы 2 келі 545 грамм болды қара темір. Керемет. Және де мына ұсақ түйекті қосып жібереміз, оның өзі 50 грамм болып қалады. Сонымен 2 келі 600 грамм десек болады. Қара темір ал. Одан кейін бізде алюминийді өлшейміз қазір. Опс, міне алюминий радиатор шықты. Алюминий өлшейік. 47 грамм. Керемет табыс. Одан кейін
Бізде міне латуньдар тұр. Латуньдарды өртегесін. Тағы да өлшеміз. Былай да өлшеп қойып пластигін қанша болады екен. Пластиктермен 50 грамм болыпты. Бұл жаңа сабвуфердің кішкентай колонкаларында бұрайдыны ішінен шыққанда. Жалпы енді бізде қалғанда мынаны кесу қалды, ішіндегі мысты алу қалды. Сосын міне үлкен мысымызды осыны өртейміз бұйыртса. Кейін тағы шығармын қазір. Сонымен достар, ұсақ темі, қара темі, шуруптар салмақта бұның өзі 74 грамм болды. Керемет қара темі, сонымен 2 килограмм 700 граммдай. Керемет, жалпы қара темірге қосамыз. Мына колонкадан шыққан қара темі жақсы нәтиже, керемет. Ал біз жалғастырамыз. Сонымен достар, бізде жаңа кішігірім қосымша табыс. Мына барлығы алюминий. Міне алюминий сковородка. Және қалған алюминий олсын. Тапсырды ұйғардың, тапсырмас бұрын алдымен өлшей алайық. Міне керемет. Bir келі 87 грамм, 81 грамм. Керемет табыс. Тапсырған соң тағы да нәтижесін көрсетем. Және де бізде осындай смеситель бар. Мындай Посейдон деген. Бұл болгаркамен ысып көрдім, мана. Бұл цинк болып шықты. Бұны да салмаған көрейік қанша болады екен. Бұл 995 грамм. 1 килограммдікін 1 килограммдай оқ болады почти. Бұйыртса осындай табысты, керемет. Кейін тапсырғасын нәтижесін барлығын көрсететін болған. Ал сонымен достар, біздің барлық мыс, кішкене алюминді қойып қойдым үстіне, қалған мыс, мына пластиктегі латунь барлығын қостып жағуға тиеді. Қазір ең соңында нәтижесін көретін боламыз. Міне мынаның ішінде алюминий жатыр. Мыняқта мына жанып жатқан мыс, алюминий. Мыняқта кішкене латунь жатыр. Кетті. Процесска болған соң нәтижесін көрсетеміз. Арнада болып тіркеліп, қазақ тілдегі арнаны тіркеліп қолдап кетейік. Сонымен достар, бізде весі 0 мына шыққан туртюбі латуньмен пластикте тұрған мына туртюбі. Міне көріп тұрғаныздай мына латунь. Кейінде міне жалпы мына темір түсті металды қабылдайтын жерде, орысша приемкада дейді ғой. Сол жақта мынандай папа мама дейді. Соны елерін ағып сөйтіп міне мына қолыма жағып сымы міне магнитпен міне барлығы мына латуньді алып қазір өлшеп көрейік қанша салмағы шығады екен. Так, мына папа мамалар 7 грамм болыпты. 10 грамм болып бала. 11 грамм. Мындай латунь 12 грамм және туртюбін салайық. Сонымен бізде 28 грамм латунь. 29. 30 грамм. 30 грамм деп мына весі дүзу жүріп тұрған жоқ. Керемет. Келесі біз мысты өлшейтін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Сонымен достар, бізде мысты өлшеп көреміз. Қанша мыс табыс шыққан. Ал весиді қостық. Міне 0. Міне барлық пайдаланған мыс. Бірінші кішкентай соқтан өлшейік. 43 грамм. Әйде міне мына жирный кусокты өлшейік үлкендеу. Сонымен бізде 313 грамм. Весиді қозғап қойық. Дәл өзі 313 грамм. Керемет табыс. Нәтижесін арнадан алыстамаңыздар, нәтижесін салатын болам. Ал сонымен достар, бізде кешкі уақыт сол жинаған
темірді, цинк, алюмин түрлі түсті металдар тапсырдық. Соны тапқан табысымыз міне 1000, 2000, 3000 және де 220 теңге. Керемет табыс. Арнаға тіркеліп, лайк басып, подпискамен қолдап қойыңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі роликте кездескенше.